Ұстаз болу ардақтап ұрпақ қамын, білім атты егі ол гүл шоқтарын. Бір тақтаның алдында айтқан сөзің, болашақтың төріне үн қатқаның. Ғалия атым, ғалымжан тегім менің, ұстаз болдым мектептің көгіндемін, теңіздемін білімдей сол теңізден, ұрпаққа ұлт қамышын еміздедім. Ұстазбен мектеп қатар еңселіғым, жоғалтпай қайрай түскен өрсенімін. Бірінші мектеп менің екінші үйім, мен дағы сол мектептің бөлшегімін. Нәтиже мектебімнің ұран еді, ынтымақ, адал білім, шын әлемі. Мақсатым келер білім керуенінде, жас ұрпақ еске алсын мұна мені. Шәкіртке тәлім беріп көргенізбен, бұлақ боп су ағылса шөлге бізден. Ұстазға сыйлық осы көрсе ұрпақты, өнегелі ісімен өрге жүзген. Аз уақыт болса дағы іс тәжірибем, шәкірттердің қалауын анық білем. Заманға сай меңгеріп тәсілдерді, білім атты жағамын жарықты мен. Жетік біліп заманның талаптарын, озық үлгі технологияның қарап бәрін. Ертең үшін талпынған шәкірттердің жаңа біліммен ұштадым қанаттарын. Ұстаз ол түнектерді жалықтырған, мейірім махаббатпен жарық қылған. Бағыт қылған ізгілік дара шыңын, тарыдайды таудай ғып алып туған. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқан осынау қастерлі мамандықтың иесі атанып отырмын. Қиынымен жеңілі, қызығымен қуанышы мол болған еңбек жолындағы педагогикалық ұстанымым. Үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну, және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жету. Жас жеткіншектердің ұшқыр қиялын, шығармашылығын дамытып, оқушыларымды түрлі шараларға, ғылыми жұмыстар мен байқауларға тарта отырып, өзім де үздіксіз даму үстіндемін. Бүгінгі жас мамандар еліміздің ертеңі. Қазақстанның дамуына үлес қосар азаматтар, болашақ білікті мамандар, өз ісінің шеберлері. Заман талабына сай қызмет еткен жас маманның нағыз майталман маманға айналмауы мүмкін емес. Себебі мұғалім бүгінгі оқушыны, ертеңгі қоғамның, елдің тірегін өмірге дайындаушы. Мұғалім мамандығының құндылығы да осында.